Баршаңызға қайырлы күн достар. Мен сіздермен бүгін балды тортының рецебімен бөлісетін боламын. Рецепке керекті заттарды описанияда қалдырамын. Видеомды соңына дейін қарап, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттар: қаймақ, қант, сары май, сода, бал, жұмыртқа және қант ұнтағы. Ең алдымен сары майымызды ыдысымызға салып, баяу отта ертіп аламыз. Үстінен қантымызды саламыз. Содамыздың үстінен уксус құйып, сосын қосамыз. Осылай салғаннан соң бізде пенка пайда болады. Оны араластырып, енді үстінен балымызды саламыз. Міне түсі осылай болып шығады. Енді осыны толықтай суытып аламыз. Үстіне жұмыртқамызды салып араластырамыз. Үстінен ұнды бөліп салып араластырамыз. Тестамыз дайын болды. Енді осыны тоңазытқышқа 30 минутқа қоямыз. Міне теста осылай қатаяды. Енді осыны бөліктерге бөлеміз. Мен тестаны пергаменттің үстіне жайдым. Қолмен немесе оқтаумен жаюға болады. Осылай жайып алғаннан кейін печкада 180 градуста 10-12 минуттан пісіріп аламыз. Міне корждарымыз пісіп шықты. Осыны өлшемі 22 формамен кесеміз домалақ етіп. Енді кремімізді дайындаймыз. Ыдысқа қаймағымызды салып, үстінен қант ұнтағын салып миксерлейміз. Міне креміміз дайын. Енді осыны корждарға жап шығамыз. Бір коржға 2-3 қасықтай кетеді. Тортымызды кесілген корждардың қалғанын үгітіп, торттың бетін әсемдейтін боламыз. Міне мен балды тортым дайын болды. Өте жұмсақ, жасап көріңіздер, мен сізге кеңес беремін. Және де менің каналыма лайк басып тіркелуді ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған мен Мадина. Қош сау болыңыздар.